Құрметті көрермендер, кино про бүгін жабық көрсетілімге келіп отыр. Жабық көрсетілімді өздеріңіз біліп отырғандай Қораға кірдік деген фильм. Және 20 мамырдан бастап барлық кинотеатрлардан көрсеңіздер болады. Ал бүгін біз сіздерге қандай қонақтар келді және қандай актерлер және көрермендердің реакцияларын бірге тамашалайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. So you know what I'm talking about. Что ожидаете с этого фильма? Ничего не ожидаю, хочу просто насладиться прекраснейшим, интереснейшим, смешным фильмом от прекрасного режиссера ужаса. Да. Тем более, на реальных событиях же, да? Да, говорят на реальных событиях, но почему-то я не понял, почему. Как вы догадываетесь, почему они пельмени говорят, вообще лепить? Ну, я помню даже вот этот момент, когда Ургант говорил на своем шоу то, что вот про эту ситуацию рассказывал. Я вот этот момент помню, мне сколько тогда было, короче, щегуха была. Ну вот, и сейчас из-за этого сделали фильм, типа, вау, это очень прикольно, очень интересно. Я надеюсь, будет классный фильм. I've been waiting all day long. I've been waiting for someone. Hey. I've been waiting all day long. I've been waiting for someone. Кинода қандай эмоциялар алдыңыз? Кино вообще шедевр, керемет. Олжас Нұрбайдан осыны күткем негізі. Олжастың потенциалымен, оның ойлауымен, режиссерлік көзқарасын барлығымен өте жақсы білем. Онымен бірге площадкада жұмыс істеймін, сондықтан супер. 10 10 из 10 ғой, да? міндетті түрде. Негізі кинодан көп нәрселерді алады екенсіз, неге? Иә. Күле отырып жылайтын да сәттер бар. Өте кішкене жасалып қалған сәттеріміз болды. Неге? Өйткені шынымен де кей кезде қоғамда айтылмайтын нәрселерде қозғалды. Рахмет.